Тұрғын үй төлемдерін алатын жандар үшін 17 қарашадан бастап екі бағдарлама қатарынан іске қосылатын болады. Біріншісі әскери баспана. Бұл бағдарламамен екінші нарықтан ғана үй алуға болады, яғни вторичкадан. Қысқаша шарттары бастапқы жарна 20%-дан 50%-ға дейін, пайыздық мөлшерлемесі 18%, 6 жылдан 8 жылға дейін ипотека рәсімделетін болады, максималды сумма 50 миллионға дейін. Сонымен қатар Наурыз әскери деген жаңа бағдарлама іске қосылатын болады. Бұл бағдарлама бойынша тек алғашқы нарықтан, яғни застройщиктен ғана үй алуға болады. Шарттары бастапқы жарна 0-ден 20%-ға дейін, Астана, Алматы қаласы бойынша 36 миллионға дейін, қалған региондар бойынша 30 миллионға дейін ипотека рәсімдесе болады. Егер бастапқы жарна 20%-дан астам және 50%-ға дейін болатын болса, онда максималды сумма 80 миллионға дейін ипотека рәсімдеуге болады. Пайыздық мөлшерлеме 9%. Бұл бағдарламада 6 жылдан 8 жылға дейін рәсімдеуге болады. Осы ақпаратты барша тұрғын үй төлемдерін алатын жандарға жіберіп қойыңыз ағайын. Жақсы.